Тай. 4.000 доллардан бастап 100.000 долларға дейін адамдар табыс табады. Қоляның жұмысы болсын, стройкасы көбісі тоқтайды, қонатын үй жоқ, ішетін тамағы жоқ. Сол кезде ол адамның сағы подвалда сынады. 1000 доллар мен 3000 доллар арасын тауып көрген адам Қазақстандағы 100.000 айлыққа, 50.000 айлыққа, 120 айлыққа істегісі келмей қалады. Нұрлан Қоянбай маған хабарласып соттайтын болса, мен оны қуана қарсы аламын деп. Маған көп азаматтар сенбеді. Нұрлан, сен қалай Кореяның машинасын видеоға түсіресің да, көрсетесің да, соны сата саласың. Баршаларыңызға қайырлы күн. Қалдарыңыз қалай? Жалпы бүгінгі шығарылым алдындағы шыққан влогтарға, басқа да видео контенттерге қарағанда өте ерекше болайын деп тұр. Бүгінгі шығарылым жалпы сұхбат ретінде болады, және де бүгін бізде сұхбатта ең алғашқы рет менің каналымда осы Кореяға келіп өзінің қазір бизнесін дөңгелетіп, жақсы жұмыс жасап жатқан Нұрлан ағамызбен таныс болыңыздар. Ал қош келдіңіз Нұрлан аға, жалпы сізді көріп отқаныма өте қуаныштымын. Мен де қуаныштымын. Ассалаумағалейкум. Енді сіз өзіңіз жайлы ақпараттарды менің оқырмандарыма, жалпы барша көрермендерге өзіңіз таныстырып өтсеңіз. Менің есімім Әлім Нұрлан. 1991 жылы Жамбыл облысында дүниеге келгенбіз. Аллах тағала сансыз шүкірлер болсын. Бізді Аллах тағала егіз қылып жаратты. Яғни Нұрлан, Ерлан деген егіз жігіттеріміз. Қазір егізім Қазақстан кеткенде жарты жылдың көлемі болып қалды, қазір Қазақстанда. Яғни екеуміз ол Қазақстанда, мен Кореяда жұмыс жасап жатырмыз. Келген жылдан санап осы уақытқа дейін қанша уақыт болды нақты? 2016 жылы 18 ақпанда Кореяға келдік. Содан бері санайтын болсақ, 6 жыл 10 айдың төңірегі болып қалды. Көбісі айтып жатады ғой, жалпы бәрінің сұрайтыны сол, қалай бардың, қалай келдің деген нәрсе. Барлығында келу процесі, системасы былай айтқанда бір. Енді барлығы ақшаның тапшылығы, жалпы соны бір материалдық жағын көтеру мақсатында. Енді сізге қойылатын сұрақ мынандай болып тұр да. Жалпы келе жатқандағы сіздің мақсатыңыз қандай болды? Материальный жағынан бөлек, былай айтқанда өзіңізде де бір ой болады ғой. Кореяға келдім, осындай бір мүмкіншілікпен мынандай керемет нәрсе жасауға болады деген сияқты қандай бір идеялар болды, мақсаттарыңыз болды, сол жайлы бөлісе кетсеңіз. Біз енді Кореяға келген кезде бір аса бір қатты мақсатымыз болған жоқ. Себебі біздің өзіміздің Қазақстанда 2010-нан бері 2010 жылдан бастап 2016 жылға дейін видео саласында, яғни той саласымен айналыстық. Тойлар түсіреміз, одан кейін үлкендеп кәдімгі той ұйымдастыру орталығына дейін кетіп бара жаттық. Енді 2016-ның аяқ жағында білесің, сондай бір кезең болып кетті. Ата-анамыз енді үй алған, үйді ипотека алған. Ол алған ипотека үйіміз теңгемен емес, доллармен алған. Сонда доллардың құны бұрын 130-150 теңге болса, ол жылдан жылға 180, 200, 380 деп қазір мінеки 460-470-ге келді. Тура сондайдың кезеңінде біз тек қана үйдің ақшасы бір 5 миллион теңгенің шамасы болса керек. Соны құтылып қайтып келеміз. Одан кейін қайтып өзіміздің кәсібіміз қатты ұнайды, соны жалғастырам деген ой болған. Жалпы осы Кореяда жүрсіз, Кореяны көріп атсыз, біліп атсыз, жаңағы бизнес саласымен, кәсіппен айналысып жатырсыз. Жалпы Кореядан қандай нәрсе алдыңыз өзіңізге, бір жақсы көмегін тигізген болашағыңызға деген сияқты? Қандай нәрсені көріп білдіңіз? Кореяның жалпы маған қатты бір ұнаған нәрсесі, жалпы Кореяның өзінің халқының мәдениеттілігі, еңбек қорлығы, сосын бұлар азанмен тұрып, яғни дүйсенбі күнмен сенбі күнді алатын болсақ, сол күн жұмыс болса, сол күнгі жұмыстарын арнайды. Одан кейін демалу керек болса, сол жексенбі күні ғана демалады. Одан кейін кәріс халқында жұмыс жасаған адам, ол қандай киімде, оның қалтасында қанша ақшасы бар, оған қарамайды. Жалпы жұмыс жасап келме, ол адам құрметті. Себебі біз Кореяда жүрген кезде, енді қазір мынандай киім киіп отырмын ғой.
бірақ біз бұндайды демалыс кезде қыдырған кезде киеміз, себебі Кореяда кәріс халқы сияқты таза жүргіміз келеді. Ал енді жұмыста жүріп осындай яғни бір стройкада жұмыс жасаймыз ғой. Стройкадан түскі асымызды осында ресторан келіп ішкен кезде біздің үстімізге ешкім қарамайды. Яғни не болыпты? Ол да жұмыс жасап келді, үстіне жаман киініп алса не болыпты деген сияқты ешкімге қарамайды. Адамның көңілі, жүрегі қарапайым, бірақ қалтасында Аллаға шүкір, жалпы Қазақстаннан келген, қай мемлекеттен келген адам болмасын, қалтасында 2-3 мың доллар жүреді. Ал айына табатын ақшасы. Ал местный кәрістердікі одан енді бір 4 мың доллардан бастап 100 мың долларға дейін адамдар табыс табады. Көңілдері қарапайым. Осы нәрсені мен осындай көзқарасқа өзгердім. Өте керемет. Кореяға келгеннен кейін енді біз көбінесе компьютердің алдында камераны құшақтап жүретін, тойда жүрген қарапайым әлсіз адам еді. Кореяға келгеннен кейін сол полиясына жұмыс жасадық, стройкада жұмыс жасадық, яғни құрылыс саласында. Сол кезде балға қағу, бір нәрсені шұқылау, бір нәрсені істеу, күрек ұстау деген нәрсенің барлығы әбден бойымызға сіңді. Яғни қара күшік бойымызға сіңді. Қазір мынандай көйлек болып киіп, ауылға баратын болсам, ауылдың азаматтары сияқты тас тапалаңды шығартуға дайын болып жүресің. Енді 7 жылда Кореяда көп адамның жаңағыдай жүруі мүмкін емес. Көбісі қайтып кетіп жатады, көбісі шыдай алмайды деген сияқты. Енді соған төзіп, 7 жылдың ішінде кереметтей бір нәтиже көрсетіп отырсыз. Сол себептен де сізді бүгін қонаққа шақырып жатырмыз. Ең алғашқы менің каналымдағы ең алғашқы сұхбат сізбен болып тұр. Оқырмандарымызға да бұл сұхбат өте қызық болады деген ойдамын. Енді осы 7 жылдың ішінде Кореяда енді өзіңіздің алғаныңызды айттыңыз. Енді өзіңіздің бір болған қызықты оқиғалар болады, достарыңызбен болуы мүмкін. Мүмкін жаңағындай бір енді өмір болған кейін болады ғой, бір ақшаң жетіспей жаңағындай квартирадан шығып кетуі мүмкінсің деген сияқты бір қандай бір қызықты жағдайлар болды сіздің басыңызда? Жақсы. Мен бір екі түрлі қызық нәрсе айтайын, сразу екенін айтайын. Бірінші қызық жағдай, біз 2016 жылы қараша айы, желтоқсан осы маңайы осы уақытта Корея халқында жұмыссыздық көбейеді. Яғни Поляның жұмысы болсын, стройкасы көбісі тоқтайды, көбінесе заводтар уже ол кезде адамдар ерте кіріп қояды. Сол бір кезеңде жұмыссыз қалып қалған сәтіміз еді. Ол кезде бір 3 күн, 5 күн жұмыс жасамасақ қатты қиналатынбыз. Сонымен мен жұмыс іздеуге кеттім. Біз бұрын Поляда жұмыс жасағанбыз, сол Поляға қайтып баруға келді. Сөйтіп егізім айтам, егізім қазір қалада қатты тексеріс болып жатыр. Мен сол жұмысқа барайын, өте алыс, өте бір Кореяның ең төмен жағы островта орналасқан. Сол жаққа барайын, сен ол жақта қал. Мен аман есен жетем, немесе жетпеген жағдайда ұсталып кетсем, онда екеуміз біреуміз қаламыз Кореяда. Сол себепті бірінші мен кетейін деп. Балтық танытым, қанша дегенмен егіз болғанмен өмір бармаған жерге аман есен жеттім. Бірақ кәдімгі остров қой, кемеге мініп, келесі островқа баратын жерде жете алмай қалдым. Сонымен бір ауылды жерде ресторан бар екен, түнде тамақ істейді. Сол ресторанға барып, қонатын үй жоқ, ішетін тамақ жоқ. Сол ресторанға кірдім. Сол кәрістермен бір тіл табысу керек болды. Себебі ол жақтың кәрістері жалпы иностранец, яғни өзге адамдар ол жақта өте жоқ, өте аз. Сол қалаға барып, соларға сіңісіп кету өте қиын. Сол себепті мен ресторанға барып кәрісше сөйлегеннен кейін маған айтады, сен түрің кәріске ұқсайды дейді. Мен кәрісше сөйлеп жатырмын шамам келгенше, бірақ ол кезде өте төмен білетін. Сол маған айтады, этнический корейцсің ба дейді. Атаның кәріс ба? Иә деймін. Есімің кім десе, Нұрлан Ким деймін ғой. Сол біздің атамыз деп ана кісі ішіп алған екенше. Көзінен жас ағып, сендерде ата бабаларымыз бір деп сөйтіп кішкене бауырына алып, тамағымды беріп, содан кейін неге өздерінің ресторанның үйі бар түсіндірді. Дәу, ішін айтсам енді әжептәуір кең, жап-жаңа. Өздерінікі сол, Өздерінікі. Соның үстіне мені жатқызды ғой. Сол кезде мысалы егер мен қазақпын деп тұрып алатын болсам, онда білмеймін, бір Алла біледі. Алла өз кешірсін, алдағаныма.
мүмкін мені шығарып жіберуі мүмкін еді. Ал ондай бір көшеге қонып, енді бұл жерде сіздің ситуацияңыз өте бір андай түсінетіндей ситуация ғой, былай қарасаң. Ақшаң жоқ, ішетін тамағың жоқ, үйің жоқ. Енді күнкөріс үшін жалпы адамдар ұрлыққа барып, адам өлтіруге дейін барады. Бұл енді бұндай бір қателік деп айтамаймын. Бұл бір адамның тапқырлығы, былай айтқан кезде. Онымен бір қарым-қатынасты жақсарту. Жақсарту. Жалпы мысалы сол уақытта сіз Кореяға келгенде қанша уақыт болды? Қай жылда? Дегенімен біз енді ақпан айының аяғында келсек, енді наурыз деп санай бір, наурыздың. Ол бір қараша мен желтоқсан. Сонда бір келгеніме бір 10 ай болды. 10 ай. Кәрісше тілді жөнді білмейсіз? Жөнді білмеймін, иә. Барынша сөйлесіп тырыстыңыз. Барып паң деген сөзбен тағы қандай сөз білдіңіз ол кезде? Ол кезде паң дейсің, чибе дейсің, хамжай деп қоясың. Сосын Камсамидан обязательно білдіңіз. Сосын Корейн сарам дегенді біліп алдым. Корейн сарам, харабоджи деген. Корейн сарам кореец, этнический кореец. Харабоджи, яғни аталарымыз кәдімгі кәріс деп сонымен түсіндірді ана кісіге. Сосын бір екінші бір қызық жағдайды айтайын. Бір Кореяда өзі бір кезең болып тұрады. Яғни қыстың айын жоқ, күн суық кезде жұмыс азайғандықтан біз енді 4 бала болып 3 квартирада тұрамыз ғой. Сонымен жұмыс азайған кезде тамақты ақша жинап ортадан бір үйден істеп ішіп жүрдік. Одан кейін 2 үй болғандықтан квартираны төлеу өте қиын. Ол кезде бір квартираны төлеу бір $200 ғана. Бірақ соның өзі қиын. Бірақ ол квартираға үшін ақша көп кетпейді, ақша негізі тамаққа кетеді екен. Азанғы түске кешкі асын. Сол көп тамақ кететін болғандықтан 2-3 ай қиналғаннан кейін мына квартираны өткіздік та балалармен мына үйге келіп алдық. Сонда бір үйде 9 адам жатамыз. Бір үйде. Ол квадрат метр қанша ол үйдің сонда? Сонда былай қарай 5 метр, былай 3 метр. 9 бала сыйдыңыз ба? 9 бала. Жоқ, бір адам сыймай қалды. Диас деген жігіт. Еще оның үстіне арамызға Қазақстаннан жаңадан келген адамдар бар ғой. Соларды да жанымызға тартып аламыз. Себебі баратын жері жоқ, біздің кешкен өмірді кешіп жатыр ғой деп, соны жанымызға тартып аламыз. Арамызда Диас деген жігіт бар, ол өзі де осы видеоны көріп күлуі мүмкін. Ол турецкий бір сериалды жақсы көреді, сол турецкий сериалды көреді азанға дейін. Азанда жұмысқа енді бір 9 адамыз ғой. 9 адамның бір 4-еуі жұмысқа ілінеді. Енді осы стройкасына қалғанымыз қайтып келіп жатамыз. Сол кезде келіп жатады ғой. Сол кезде 9 адам болып, 3-4 ай өмір сүрдік. Сол бір кезеңнен шыққанша. Жалпы жұмысты айтып қалдыңыз. Жұмысқа сағат қаншада тұрып едіңіз? Жұмысқа біз 6-дан бастап 7-нің арасында тұрамыз. Визасыз қалай жүруге болады, визамен қандай жұмыстар атқаруға болады деген сияқты айтып өттім ғой. Жалпы көп мақсат қойған адам өте алмай қалып жатыр да, бойға келіп өтіп кеткен адам қара жұмыстың артынан 5 жыл болса 5 жыл, 7, 8, 10 жылға дейін жұмыс істеп жүр. Енді осы жағынан қалай ойлайсыз, ол кісілерге не айта аласыз? Былай, ең бірінші мен мына нәрсені айта кетейін. Сонау бір Кореяға келіп жұмыс жасау, ақша табу деген нәрсе, ол бір Қазақстан азаматы үшін өте бір керемет қуаныш сезіммен ет асып ата-аналар батасын беріп шығарып салады. Бірақ бәрібір Алланың қолында өте алмай кетеді ғой. Сол кезде ол адамның сағы подвалда сынады. Мен ол кісілерге айтар едім. Бауырлар, бұл Корея деген бір басқа бір планета емес, Илон Масктың кемесін сатып алып шығып кететін. Бұл Корея деген Алланың беріп қойған көршілес болмаса да сонау бір 4000 шақырым, 5000 шақырым жатқан мемлекет. Кәріс халқы жақсы қарсы алады. Сол себепті бір рет өте алмай қалсаң, онда мен екінші рет өте алмай қалсаң, онда үшінші рет келуге мүмкіншілік бар. Сағыңды сындырмаңдар деп айтқым келеді. Және Корея мемлекетіне өте алмай қалсаң, онда Корея мемлекет сияқты басқа мемлекеттер бар. Сол мемлекеттерге барыңдар деп айтқым келеді. Себебі Қазақстаннан адам шығам деп міндет қойды ма, ең бастысы до конца шығып кету керек. Себебі Қазақстаннан шығам деген ниеттенген адам, онда ол дұрыс қадам жасаған сияқты, мен ойымша. Ол неге дұрыс қадам жасаған сияқты? Себебі шет елді көрген дұрыс. Яғни шаман келсе қыдырып көріп, қыдыр. Шаман келмесе, онда жұмыс барысымен шет елге шық. Себебі шет елде шыққан адам, онда ол адам көз ашылады.
онда басқа салт дәстүрлермен, басқа адамдармен қарым-қатынас жасайды. Аллах тағала бізді қазақ пен қазақты бір-біріне жақсы көріңдер, қазақ пен қазақ бауыр болыңдар деп жаратқан жоқ. Аллах тағала барша әлемді жаратты, адам баласын жаратты. Сол себепті баршамызды біз араласып білуіміз керекпіз. Одан кейін Кореяға келіп өткен адамдарға айтарым. Иә, біздің Қазақстан мемлекетінен Корея мемлекетіне деген қазірге жұмыс визасы жоқ. Бірақ осы уақытқа дейін болған. Бірақ болмауының екі түрлі қазірге болмауының екі түрлі себебі бар. Біріншіден, менің ойымша, жалпы өкімет деп айтайын, 50 мемлекетке, 30 мемлекеттің қатарына қосылғымыз келеді деп, ол кісілер әрекет жасады, план қойды, жоба қойды. Сол кісілердің жобасында, яғни Қазақстанның азаматтары шетелге жұмыс жасамау керек. Сол себепті визаның Корея мемлекетіне жасамады, шектеу қойды. Екіншіден, визаның отказ болу себебі біздің қазақ бауырларымыз Кореяға келіп, мен өз көзіммен көрген жоқпын, бірақ естігенімді айтайын. Бұзақылық жасаған екен. Бұзақылық? Сол себепті бұзақылық жасағанның кесірінен қазақтарға деген кәсіптердің сәл бір сәл төмендеген. Бірақ бұл нәрсе Вьетнам халқында да, Қытай халқында да бар бұзақылықтары. Бірақ біз қарым-қатынасты, яғни әрдайым Кореямен байланыста болу арқылы қарым-қатынас түзеуге болады. Ода тұрған ештеңе жоқ. Бұзақылық бәрібір мемлекетте бар. Кореяда жүріп жатқан қазақтар көбінесе жаңағыдай қара жұмыс жасап кетіп жатыр ғой. Енді сол қара жұмыс жасап жүріп, мысалы, ойлауы мүмкін маған виза керек, виза болмаса мен ешқандай бір жұмыс жасай алмаймын, ешқандай бір жаңағыдай бизнес болсын, еркін жүре алмаймын. Еркін жүре алмаймын деуі мүмкін. Енді соларға қандай ақпарат айтасыз, өзіңіздің көрген білгеніңізді, қазір өзіңізді мысалында бірталай бизнестің, мысалы, былай айтқанда шет жағасын басын қайырып жүрген азаматтардың бірісіз бас көтеріп. Иә, енді біз келген жылдары бізге жалпы Қазақстанның азаматына Кореяға келіп бір ай визасыз жүруге рұқсат берілген. Біз сол сәттен бастап осы сәтке дейін қазір ешқандай визамыз жоқ. Оның барлығын қазір көп адамдар айтады: Нұрлан, сен қалай Кореяда машинамен немесе басқа бір бизнес жасайсың, немесе Кореяда машина айдап күтіп алған адамдарды біз шығарып саламыз ба? Қалай қорықпай жүрсің деген кезде мен бірден айтамын, бәрі бір Алланың қолында. Әрине. Аллаға тәуекел етіп үйден шығамын, Аллаға тәуекел етіп үйге, Аллаға шүкір деп үйге келемін. Енді мен бұл бизнеске қалай келдім? Бұл бір қызық сұрақ. Біз Кореяға келіп бір 2 жыл жұмыс жасағаннан кейін көп қазақ бауырларымыз сол жұмыс жасап жүріп, Аллаға шүкір ақшаларын тауып, үйлерін алып, машинасын алып кетеді. Бірақ мен соларға звондап, қал жағдайын сұраған кезде, сол үйі бар, бала шағасы бар, Аллаға шүкір, көлігі бар, бірақ Қазақстанда Кореяның үлкен $3,000 мен $3,000 арасын тауып көрген адам Қазақстандағы 100,000 айлыққа, 50,000 айлыққа, 120 айлыққа істегісі келмей қалады. Ол азаматтар не істейді? Қымбат айлық күтеді. Қымбат айлық күтіп жүріп, үйіне нан керек қой, таксовать етеді. Таксовать еткен кезде 100,000 мен 300,000 теңгенің арасында ақша табады екен. Осылай жасайды. Осыларды мен хабар білу арқылы, ата-анама, туысқандарыма звондау арқылы Қазақстанда бір жақсы бір жұмыстың, яғни 500,000 жұмыстың өзі аз, 500,000 теңгенің жұмыстың жалақының өзі аз болғандықтан мен Корея мен Қазақстан ортасындағы бір бизнеске аяқ бұрғым келді. Яғни Қазақстанға барғанда үйім бар, көлігім бар, бала шағам өсіп жатыр, Аллаға шүкір, бірақ бір бизнес жасау керек. Бірақ бизнесте менің ешқандай нем жоқ, хабарым жоқ. Бар білетін камераға видео түсіру. Бар білетін камераға видео түсіру. Сосын маған бір кәсіп ашу керек болды. Сөйтіп біз Кореяда шынырек қазір мойындау емес, енді шындықты айтайын. Қазақстанда біз көлікті айдауды білмейтін едік. Көлік айдауды білмейсіз. Қазіргі таңда бірақ ол 24-25 жасымыз. 24-тен 25-ке қараған бетіміз еді, 24-те толды. Көлік айдауды білмейтін едік. Сол кезде Кореяға келіп Samsung S5 деген көлік бар. Яғни ол Samsung S5 деген көлік
Nissan Tiana деген көлік бар 2006 жылғы. Тура сол көлік. Сол көлікті біз $1,5 ма сатып алдық. Ол көлік 2016-17 жылдары бір 3 миллион мен 5 миллионның арасы болса керек теңгемен. Сөйтіп ол жігіт 4 адам болып сатып алдық. Кеше біз оған $1,000 бердік, қалған $500 ба, $600 ба бөліп бердік. Сөйтіп алдық. Содан кейін біз енді Бекжан деген жігіт бар, Абылай деген жігіт бар. Екеуі машинаны айдайды. Ал Ерлан екеуміз, егізім екеуміз артында отырамыз. Қарап отырасыздар. Нені болса деген деп. Қайта оғанда біз айдағымыз келеді. Сонымен Абылайдың да, Бекжанның да мен аштық, көлікті үйреніп алдық. Үйреніп алғаннан кейін енді қызық қой. Ата-анаңға, инстаға, жан-жаққа салғаннан кейін көлікті жібер деп бастады ғой. Мына көлігің арзан екен, жібер бізге қарай деп. Енді ол $1,500 алған көлікті Қазақстанға жіберген кезде ойладық. Сонда бір арзан түседі екен деп. Сөйтсек, біздің Қазақстанның заңында негізі заң бойынша 7 жылдық көліктер кіреді. Қазір 23 қой. 23 деп саналады. Негізі 23 деп саналмау керек. Бірақ мейлі 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17. Міне 7 жылдық. Көліктерді елімізге Кореяда, жалпы қай мемлекеттен болмасын елімізге кіргізуге болады. Одан кейін Қазақстанда алғашқы тіркеу деген бар. Сол тіркеуде 3 жылдан асып кететін болса, онда ол 1,5 миллионның көлемінде ақы төленеді. Сол себепті қазір көп адамдар сондай 1,5 миллионды мен төлемес үшін 3 жылдық көліктерді көбінесе тапсырыс береді. Сөйтіп, мінекей Аллаға шүкір, осы көлікке кетудің бір себебі мен былай жасадым. Осы бір тірлікті бастаймын. Ол кезде өзбек бауырларымыз, қырғыз бауырларымыз, орыс бауырлар, украинецтер солар осы бір кәсіпті жасап жүрді. Яғни аукционға барады, видео түсіріп, қарапайым түрде сөйлейді, мына көлікті көрсетті, сөйтіп сол көліктің үстіндегі $500, $1,000 қосып көлік сатады. Өздерінің услугасы ретінде. Иә. Сосын мен де қазақтардың ішінен ондай бір азаматтың шықпағанын көрдім. Сөйттім де. Нарық бос дедіңіз ғой. Иә, нарық бос. Сосын өзім Кореяның бар тауарын түсіремін, бар тауарын көрсетемін де YouTube'ға және Insta'ға түсіремін. Енді Insta'ға түсірген жоқпын, бірақ енді бірінші YouTube'да басталдық. Түсірем деп Дидар деген жігіт екеуміз бастадық. Осы бір бастаған кезде маған көп азаматтар сенбеді. Нұрлан, сен қалай Кореяның машинасын видеоға түсіресің да, көрсетесің да, соны сата саласың. Ал ол бір көлік Қазақстанға 2016-17-тен бастап не істейді? Көліктер 3 миллион мен 5 миллион теңгенің арасында тұрады Кореяның ішінде. Оны адамдар саған қалай тапсырып береді? Қазақстанның ішінде өзінің бір туысқанынан 500 мың теңге, 1 миллион теңге сұраудың өзі өте қиын. Ал Қазақстан үшін мысалы Таразда тұрып, анау бір Ақтауда, Астанада тұрған көлікті ақшаны беріп, алып келе салшы, немесе сатып алсашы деудің өзі қиын. Адамдар сенбейді. Бірақ мен айттым. Яғни бұл нәрсе иншалла болады. Себебі мені таныған адам, менің жүзімді көрген адам Қазақстанда той саласымен айналысқаннан көп деген атақты өнер саласында адамдар солар хабарласады деп ойладым бірінші. Сөйтіп бұл жұмысты бастадық. Өзімнің егізімде, ата-анамда бұл кәсіпке негізі сенбеді. Сөйтіп Аллаға шүкір өзім дегеніне қайтпай, бірақ бұл кәсіпті 1 жыл бойы жасадым. 1 жыл бас жасаймын, кейде ақшам бітіп қалады. Сөйтіп сол жасап Аллаға шүкір көліктің жұмысына қалай кіріп кеткенімді білмей қалдым. Оның бір несі сол Гуми деген қала бар, Тегудің қаласында, жанында. Сол қалада кетіп бара жатқан кезде осы көліктің жанындегі бір автовоз дейді ғой енді. Сол автовоз Genesis көліктерін алып келіпті. Genesis көліктері бар. Соны алып келіп қарасам, сол бір көлікті бір армандадым. Мен де бір осындай автовозды жалдап елімізге көлік жіберу деп. Сөйтіп, Аллахта соның алдында бір суретке түстім де, айттым, Аллах тағала осындай жұмысты маған нәсіп ет деп алдына түскен суретімді историяға салғам ғой. Өзі жұмыс бастаған жоқ едім, бірақ армандап салғам. 1 жыл ма, 2 жылдан кейін маған Инстаграмға сондай бір белгі келеді.
1 жыл бұрынғы 2 жыл бұрын тура осы датада сен осыны история салған едің, қайтып сал деген сияқты. Соны көріп мен таң қалдым ғой. Мен мына кәсіпті армандап жүрген едім. Қарасам, осы кәсіптің ішіне жүрмін деп бір көзіме бір жас келді. Жалпы негізі менің көз қарасым бойынша Кореяға келген азаматтар бір нәрсені бастап болсын көру керек та бұл жақта жүрген адам. Өйткені бұл Кореяда жалпы мүмкіндік деген өте көп. Кәдімгідей алдыңнан су болып ағып жатқан мүмкіндіктер таңдайсың. Біз мысалы Қазақстанда да мүмкіндіктер көп әрине, бірақ шетелде болғаннан кейін мысалы шетелдің мысалы заттарын болсын, мысалы өзінің еліне экспортқа жібергеннен кейін шетелдің заттары Қазақстанның нарығына қарағанда өте бір жақсы ортада байланыс жасайтын дүние. Иә, себебі шетелде, яғни шетел дегенде барлық нені қамтиды. Шетелде хит болған тауар, ол Қазақстанда хит болады деп ойлаймын. Яғни жақсы сатылымда болған тауар. Бірақ енді 100% демесем де 90% хит болады. Себебі бұл адам баласы ғой. Адам баласы комфортты жақсы көреді. Біз бұрын әрбір жасаған нәрсеміз қиын болса, уақыт өте келе телефонмен звондай салу, біреуге хабарласа салу, мессенджер деген нәрсе бәрі оңай болып бара жатыр ғой. Заманымыз оңайландырып бара жатыр. Кнопканы бассаң кофе бола қалады. Сол себепті сондай шетелде комфортты сыйлаған бір тауар адам жағын бойына. Онда ол Қазақстанда сол комфортты сыйлайды және сол бір тауар өтеді. Қандай бір тауар болмаса. Жалпы мен тағы бір байқағаным, кәрістер кез келген адамның бір өзіне бір ыңғайлы жақтарын ойласып тастаған. Мен осы жаққа келдім, бір нәрсені ойлайсың ғой, мынандай нәрсе бар ма екен деп, алдыңнан шыға келеді. Ешқандай бір андай бір жаңа нәрсені ойлап отырсаң, осындай бір зат керек деген кезде осы жақтан тауып аласың, ол зат ше. Тіпті кішкентай мынандай бір 5-10 сантиметрлік қасық, вилкалар, неше түрлі жаңағыдай құралдар барлығына дейін шығарып, адамның керектісін барлығын алдына беріп тастаған болды. Ал осы нәрсені неге бізде Қазақстанда жасамасқа? Мысалы мен өзім YouTube каналымда көбінесе енді жан жақта жүремін, ар жақта жүремін, мына жақта жүремін. Енді көбісі маған айтады, жұмыс процесін, жұмысты түсірші дейді да. Енді мен осы жерде сізді пайдалана отырып, алдарыңызда осы Нұрлан ағамыз отыр, осы кісінің көзінше айтайын. Сіздерге егер Қазақстанда жүріп, Кореяның сондай қара жұмыстар ұнайтын болса, онда сіз Кореяға келсеңіз қара жұмыс жасайсыз. Ал егер сізге Кореяға келмей жатып Қазақстанда отырып, мысалында қара жұмыс емес, больше нәрселерді көріп, біліп, сол нәрсені үйреніп, барып келіп, осы жақта керемет нәрсе істегілеріңіз келсе, бір сондай нәрсені жаңашылдықты ізденулеріңіз керек. Мен сол нәрсені көрермендеріме, жалпы YouTube оқырмандарыма көрсетіп, қайда жүрсем де, тұрсам да бір жаңа нәрсені көрсетуге тырысам. Адамдарға идея тастап кетем. Сол нәрсені істесе, Қазақстанда істесе, ол керемет дамып кетуі мүмкін да ол нәрсе. Сол себепті сондай бір жаңашылдық нәрселерді іздеп каналға тіркеліп қойсаңыздар, достар, каналда ондай нәрсенің бизнес идея жайлы, жалпы Кореядағы қызықты мәліметтер жайлы осы каналдан табасыз. Сосын айта кетейін, осы идея деп айтып отырсың ғой. Мен негізі осы идея деген сөзді жақсы көремін. Идея деген нәрсені өзі жақсы көремін. Идеяларың таусылмасын десеңізші. Иә, себебі айтайын, Аллах тағала бұл әлемді дамумен жаратты, өзгеріспен жаратты, қозғалумен жаратты. Енді жәннаттағы өмірді білмеймін, бірақ ол жақта Аллах тағала уже бәрін бізге беріп қояды. Бұл өмірден де беріп қойды. Ол жақта бір идеяны ойлап табу керек емес сияқты. Тек қана Алланың берген арзығын ішіп жеп, рахаттанатын өмір ол. Жалпы адамның идеясында болған нәрсенің бәрі осы қара жермен шықты ғой. Сонда Аллах тағала не істеді? Аллах тағала бұл өмірді қозғалыспен жаратты. Бұрынғы заманның адамдары ең керемет өмірді, ең керемет жәннатты қалай елестетесің десе, онда бір ол азаматтар не дейтін еді? Онда бір ол азаматтардың идеясы, ойлау шегі, жап-жасыл алма, бақ, шөп, не едім армандады. Ал біз, сен біз, жәннатты қалай елестетесің десе, онда біз айтамыз.
астымызда бір электромобиль болса, о дүниеде бір алыс жерге ұшып барып келетін биіктен самғасақ iPhone 24 болса деген сияқты. Сол нәрсе арман. Себебі неде? Бұл нәрсенің бәрі қозғалыста. Идея арқылы осы бір нәрсеге жетіп отырмыз. Қарапайым құмнан, тастан мынандай әйнекті шығарып отырмыз. Қарапайым топырақтан темірді басқан бәрі жатыр. Екі адам мен бір адамның қатысу арқылы көптеген компаниялар жарыққа шықты. Адам. Сол себепті осы идея. Осы себепті мен өзіміздің яғни машина саласының атын идеал автокорея деп шығардым. Себебі бұл нәрседе идея деген сөзді алуға болады. Идеальный деген, яғни идеальный деген сияқты сондай бір сөзді алуға болады. Және идея ал, яғни барлық идеялар ал да болады. Және ол английский all дейді ғой, барлық идеялар деген сияқты. Сондай нәрсені мен сондай бір немен идеал автокорея деп оймен аламын. Яғни бір идеал деген сөздің ішінде көп нәрсені түсіне білген адамға осы нәрсені алуға болады. Енді сол жаңа идеал авто дедіңіз ғой. Сол Instagram парақшаңыз қазіргі таңда қанша бір оқырман бар? Бұл Instagramға мен осы бір жарты жыл болды ма көңіл аудара бастадым. Бір жыл ма, жарты жыл ма есімде жоқ. Неге көңіл аударым? Себебі мұны қазір біздің сұхбатымыздың өзі ұзақ болып тұр YouTube арнасында. Бұны көретін адам бар, көрмейтін адам бар. Бірақ көрген адам бұл жерден бір жақсы бір тәлім, тәрбие, өзіне бір керек нәрсені алады. 1,5 сағат жұмсасады. Ал қазір заманның ағымы яғни қысқарып барады. Яғни бір 10 секунд, 30 секунд, 50 секунд, 1 минутқа кетіп барады. Менің YouTube'тағы 30 минуттық видеоларымды ешкім көрмей баратқандықтан, адамның көңілі хит Instagram болғандықтан мен Instagram'a көңіл аудара бастадым. Және Instagram'da менде 17.000 тіркелуші бар етін, қазір бір 177.000, 176.000 қазір адам болып тұр. Идея авто деген ат ең алғашқы ма әлде бұл өзгертілді ма әлде қалай болды? Бастапқыда қалай болды аты? Оның өзі бір жеке бір сұхбатқа беретін тақырып, бірақ оны мен қысқарта айта кетейін. Ең алғаш енді осы кәсіпті бастаған кезде YouTube'да атымыз қатты есімі жоқ, Нұрлан Автокорея деп тұрған шығар. Бірақ мен бизнес по-казахски Корея, шынайы өмір деп YouTube'тың атын ашқан болатынмын. YouTube'да? Сол кезде бір киноның түсіріліп жатқан кезең еді. Ол кезде білгем, Нұрлан Қоянбай маған хабарласып соттайтын болса, мен оны қуана қарсы аламын деп. Себебі соған беретін, яғни сотталған жағдайда оның есебін, ақысын да қайтаруға дайынмын. Және осы арқылы ол ағаммен танысып алуға. Және Қазақстанның қазақ халқына, Кореядағы жігіттерге бизнес по-казахски Корея шынайы өмір кинодағыдай және шынайы өмірді көріңдер деп өзім ат қалдырғым келді. Бірақ бұл ат ұзаққа бармады, мен ойлағанымдай болмады, ешкім көрмеді. Одан кейін Сайлау ағамен таныстық. Ол кісінің Сайлау Абдикашев деген өзі YouTube каналы болды. Ол кісіде машина айналысады, бірге араласып жүрдік. Ол кісіден үйренгенім бар. Содан кейін Мистер Пак и Нұрлан деген сияқты бір Instagram аштық. Мистер Пак корейский кісі болды. Ол кісі қазақша да сөйлейді, орысша да сөйлейді. Мистер Пак и Нұрлан деп сол кісімен де жұмыс жасадық. Содан кейін бір қызықты бір нәрсе, ол кісілермен жұмыс жасаған сәттерім барлығы бір әрине маған бір өсу керек болды. Ол кісілермен жұмыс жасаймын, бірақ өзімше бір өсіп керек болды. Сол кезде бір Алланың қалауымен Саят деген жігіт бар, Болат деген жігіттер бар, Нұрсұлтан деген қырғыз жігіт бар. Солармен қосылып ол кісілер мені шақырды. Олар да бір болған екен. Біз көлік мәселесін Азияға тасимыз деп ойлаған екен. Бірақ оларға YouTube'да жұмыс жасайтын видеограф адам керек болған. Ол жас оқас сияқты. Соны мені таңдаған екен. Яғни мені жап-жас біріміз қатарласпыз деп. Сөйтіп маған хабарласады Болат деген жігіт. Нұрлан аға, мен сізден Хине санат машинасын алғым келеді, жақындарда қайтып бара жатырмын деп. Қарашы болды деп, енді оған маған қалатында $400, $500 қалады. Сол $400, $500 үшін мен ол кісімен жолуға келістім. Сөйтсем, ол жігіттер
көлік бір жағынан алғысы келіп тұр, екінші жағынан менімен қарым-қатынасты бірге жұмыс жасағысы келіп тұр. Сол кезде олардың ойында болған екен бір көлік мәселесін жақсылап бар. Қазақстан емес, 7-8 мемлекетпен қамту. Сөйтіп біз соларға барған кезде, солардың әңгімесі, солармен жұмыс жасау, көкейімде іздеп жүрген адамдарымды бір тапқандай болдым. Сол кісілермен бірден қарым-қатынасым болып, бірден бірге жұмыс жасаймыз, араласамыз, бұл көлік мәселесін дамытамыз, Қазақстаннан бөлек басқа мемлекеттер көлік тасимыз деп, бірден бір кішкентай сумкамды алып, сол кісілердің еліне көшіп келдім. Өзімнің заттарым анау басқа бір қалада, яғни стройкамен көліктің мәселесін кезек-кезек айналысып жүрмін ғой. Сөйтіп сол жігіттерге келдім да, сол сәттен бастап бүкіл стройканың жұмысы, бүкіл жұмыс тоқтады. Сөйтіп сол жігіттермен отырып, көліктің компанияның атын Азия Трейд деп ашылды. Азия Трейд Қазақстан деп. Сол кезде компания. Солмен жұмыс жасадыңыз. Енді ортасындағы әңгімелерді айта берсек, мысалы, кеш батып, таң атады. Жалпы енді содан кейін де талай аттар өзгерген шығар. Одан кейін де міне ең соңғы келіп міне идеал автоға тоқталды. Енді жалпы қалай ойлайсыз? Менде бір ішімде көкейімде сұрақ бар да. Көбісінің айтатыны қазақстандықтар, өзіміздің отандастар, өзіміз де барымыз оның ішінде, былай ойлаймыз да. Қазақты таныту үшін, өзіңді қазаққа таныту үшін бірінші өзге мемлекетте бар керемет бір деңгейде көрсеткізсең, бірден таниды деп ше. Қазақстанда да біз егіз екеуміз, жалпы Тараздың ішінде, видео саласында бірінші егіздер деген атпен, екінші сол видеоны жақсы түсіру мақсатында, жақсы түсіргендіктен көп адамға таныла бастады. Жалпы адам баласы өзі шыншыл, әділ, айналасындағы жігіттерін жақсы көретін, жалпы адам баласы жақсы көретін адам болып жүретін болса, ол адам көп адамға керек болады. Көп адамға керек болған адам, сені барша адам жақсы көретін болса, сен бірінші басқаның жақсы көргенін қалама, бірінші өзің басқаға да жақсы көр. Және өзіңнің кәсібіңе, маманыңа шебер болсаң, онда сен өзіңнің мекеніңде, көршінің арасында, туысқан арасында, нең арасында танымал болсын. Осының өзі жетістік. Одан бір қатты бірне жоқ. Ал енді мен бүкіл Қазақстанға танымал болам деп ойлаған жоқпын. Маған Тараздың ішінде жүргенім танымалдың сол жететін еді, қанағаттандыратын едім. Себебі қиналған сәтіңде достарың бар, қуанышыңда достарың бар, туысқандарың бар, жақсы көретін адамдарың бар, дұшпаның аз, достарың көп. Осы нәрсе еді. А енді Кореяның танымал болғандық арқасы, ол бір мен өзімнің бір қайтсам болды, ақша табу, Кореяның бір көлігін жіберу, және ол ақша табудан бөлек менің көкейімде мына нәрсе оянды. Әрбір қазақ деп айтайын, әрбір азамат деп айтайын, өзінің отанын, кіндік қаны аққан жерге көңілі ауып тұру керек. Сол жерге бір жетіспеген нәрсесін толықтырып тұру керек. Қазақстан халқы қай жағынан төмендеу, қай бір зат жетіспейді. Көлік жетіспей ма? Көлік. Телефон жетіспей ма? Ұстап жүрсің бе қолыңда телефоныңды? $1000 тұра ма? Қазақстанда $2000 немесе $1000 тұра ма? Онда осыны арзан бағада алып беру. Жалпы қай саласы болмасын, Қазақстан бауырларының, Қазақстан жерінің, Қазақстан бір кәсіп жетіспей жатыр. Сол нәрсенің бәрін махаббатпен жақсы көріп, сол бір нәрсені Қазақстанда болса екен деп армандаған адам болсам, осылай менің арманым еді. Мен бір танымал боламын, хит боламын деп не істеген жоқпын. Осы сәтте адамдар мені жақсы көрді. YouTube каналыма тіркелушілер көп болды. YouTube каналымда қазір 53.700 оқырман, ол бір ешқандай бір рекламасыз. Рекламаға бердім, бірақ ол қосылмайды екен, тіркелмейді екен. Сол себепті қазір көп адам айтады, Нұрлан, сен Қазақстанда танымалсың ғой, Кореяның ішінде де көп жігіттер суретке түсіп, бауырым кел деп не істеп жатады. Жалпы жақсы адам бола білсең болды. Кореяға келем деп жатқан адамдарға да, Кореяда жүрген адамдарға да құлақ қағыс болсын. Кореяға келе жатқан кезде, Кореяға кірерде, енді естіп жатырмыз, енді жақын арада, жақын күндері сіз Қазақстанға қайтып бара жатыр екенсіз. Иә. Енді нақты қай күн екенін сұрамай қояйын. Және мен кіре алмайтынымды білсем де қайтып бара жатырмын, қайтып Кореяға.
болашақта кіре алмаймын ғой. Болашақта кіре алмайтыныңызды білсеңіз де қайтып бара жатырсыз. Иә. Енді сіз енді келген кездегі Нұрлан болдыңыз, енді қайтып бара жатқан кездегі Нұрланның айырмашылығы былай айтқанда, сіз кіріп келе жатқанда шығып бара жатқан Нұрланды алдын ала елестеттіңіз бе? Қалай шығады ол Кореядан? Қазақстанға қалай қайтады деген ой болды ма? Елестеттіңіз бе өзіңізді? Иә. Енді мен Ерланды да қосып айтайын. Егіз екеуміз деп айтайын. Себебі Аллах Тағала бізге сондай бір егіз қылып жаратты. Мен Кореяға, Қазақстаннан Кореяға келатқан кезде біріншіден өзімнің видео камера саласын қатты жақсы көремін. Содан қоштасып, бүкіл камераны сатып, көңіл күйімді түсіріп, кетіп бара жатырмын. Өте сүйетін маман, өз сүйетін кәсібімді. Екіншіден, Кореяға баратқан кезде Кореяға махаббатпен барған жоқпын. Тек қана 5 миллион теңге, яғни бұл біздің үйіміздің кредиттің ақшасы. Осы кредит үшін үйде бір ұрыс болып қалатын, Ерлан екеуміздің арасында ұрыс болып қалатын. Сол сәтті бір 5 миллионды құрылсам, осы бір ұрыс тоқтайды. Және азанда ұйқыдан тұрған кезде кредитім жоқ деп оянамын деген жақсы бір бақытты сәт, ол бір сәтте ешкімге қарыз емеспін деген. Сондай бір сәтті қанағаттандырамын деп біз бараттық. Кореяға келгеннен кейін, келген кезде мен кнопка басып отырамын, көз алдымнан конфеттер, печенье, мынандай соқтар өтеді, соның бірақтарын алып, сол жерде жұмыс жасаймын деген арманы, қолында 5 миллион теңге жинаса қайтады деген Нұрлан еді. Енді атылса тағы бір-екі айтып отырмын ғой. Яғни мен басқа үй сатып алуға, басқа бір көлік сатып алуға ақша емес, тек қарызды құтылуға кетіп баратқан Нұрлан еді. Нұрлан мен Ерлан еді, егіз еді. Ал қазір Кореяға келгеннен кейін, біз жұмысқа келгеннен кейін әкем звондайды. Балам, кнопка басып жақсы жерде отырсың ба деп. Әкетайым, қайдағы кнопка? Телефонның кнопкасынан басқа ешқандай кнопка жоқ екен. Бұл жақта жап-жазық жер, поля, суық, осы жерде жұмыс жасап жатырмын әке. Деп поляда жұмыс жасаған кезде мен ол бір сәтті есіме алсам, қазірде бір жылап алуға болады. Поляны ұстап, топырағымды ұстаймын да, Аллах Тағалам, мынаның бәрі түс болып кетсе екен. Корея, Қазақстанда осындай көйлекпен тойда жұмыс жасап жүрген еді. Ол кезде де бір жақсы ақша табамыз. Түс болса екен деп армандап қарасаң, ауылда. Қайт бұл Корея. Ұйқыдан тұрып баратқан сәтінде үйге қонақтар келеді, сонда бір түс көресің. Бірақ орнынан тұрсаң Корея. Қатты бір сағыныш болды. Бір айда 6 ай жұмыс жасап қайтамын деген, яғни бір $2000 $1400 ма? $400. Біз миллионнан аса ақша. Өгізде доллар 378 болған. Осыны ақша тауып 6 айда қайтамын деген Нұрлан мен Ерлан бір айда шыдай алмай баратты ғой, ауыр жұмысына. Мына қолды жұмсаң жұма алмайсың. Сондай бір кезеңде 6 ай қалай шыдаймыз деп жүр. Бірақ сол амал жоқ, сол жұмысқа көну керек болды. Содан кейін біз не істедік? Аллах Тағаладан дұға жасадық. Аллах Тағалам, бізді Кореяға жібергеннен кейін бізге күш-қуат бер. Осы отқан қандай бір армандарымызды, дұғамызды сізден тіледік, барлығын орындатып келе жатсың. Енді бір 30-40 адамның ішінен бізге жақсы жұмыс жасайтын, ақша тауып кететін, сол бір қажетін қанағаттандыратын күш-қуат бер, ақшаны бер деп біз дұға жасадық. Аллаға шүкір, сол жүрген жерімізді Нұрлан Ерлан деп аттарымыз қойып кеттік. Печатпен. Поляда Нұрлан Ерлан деген кім? Ең әлсіз адам болып келіп, ең мықты адам болып кетті. Ресторанда тым білмейтін, кәрісше білмейтін Нұрлан мен Ерлан сол ресторанда кәріс тілін үйреніп, өзінен ерте келген адамдарға да переводчик болып кетті деген Нұрлан мен Ерлан. Гөме қаласында басқа қаладан келіп 50 адамға аудармашы болып кеткен Нұрлан. Одан кейін велосипед айдап жүріп, қазір көлік сатып кеткен Нұрлан деген сияқты. Айналасындағы адамдармен жүріп, жәніңде әлсіз адамды қолын жетелеп, ұстап, кет бауырым, бірге биікке шыңға шығамыз. Болашақта
иншалла Тоқаев атамыздың алдына бірге сұхбаттасуға, жоғары адамдармен бірге сөйлесуге, мықты бизнесменмен бірге сөйлесуге деген нәрсе, Илон Маскпен бірге отырып әңгімелесуге деген нәрсеге оңай жетемін деген адам, онда сен мына бір отбасының проблемасы, айналаңдағы қолыңда тұрған көлігінің сынып қалуы, телефонын жоғалтып алу проблема болмайды. Тек қана барған жеріңде қандай жерде болмасын, бұның бәрі иронда деп жүру керек. Тек қана биік шыңға ше. Барған жеріңде өз-өзіңді көрсетіп, берілген тапсырманы ықтиятты кәдімгі жауапкершілікпен жұмыс жасап, сол жерде өзіңнің бағаңды, деңгейіңді қойып кетуің керексің. Қойып кету керек. Құдай қаласа енді қайтып бара жатсыз, жолыңыз болсын, елге сәлем айтыңыз. Енді осы күнге дейін жеттіңіз. Ай, әттең бір осы нәрсені істей алмай қалдым-ау деген бір нәрсеңіз бар ма? Мен істей алмай қалды деген нәрселерім бар. Оны мен қазір ашып айтайын. Ол нәрсені біздің қазақ бауырларымыз да көрсін, жете алмаған сәттерімді. Және мен Қазақстанға барғанда саған хабарласам. Ол жете алмаған нәрсемізге бірге жетеміз. Неге? Өйткені адам баласы бір-бірін жақсы көру арқылы, бір-бірімен қарым-қатынас арқылы Берекесі болады. Берекесі және жетістік болады. Сондай бір дүние ортаға келеді. Өзім деген адамда ол сол бір нәрсе тұншығып қалады. Мен Аллаға шүкір үйіміз бар, көліктеріміз бар, және бұл машина саласы бар. Яғни Қазақстанда да жалғастырамын. Жететін жетістікке жеттім Аллаға шүкір. Бірақ жете алмаған сәттерім бар ғой. Ол бір сәтім ол Қазақстан халқы үшін жете алмаған сәттерім. Неге Қазақстан халқы үшін? Өйткені әрбір еркек өзінің отбасының нешетін көзін жуса да ақша таба алады. Бір адамға бар, мысалы 100 мың теңге, 30 мың теңге тоқты бақытты болып отыр. Ода отырған ештеңе жоқ. Яғни үйіне келген кезде Аллаға шүкір деп сол бір қара нан мен суын махаббатпен ішіп отырса болды. Оған сол байлық, оған сол бір жетістік не обязательно айына 1-2 миллион теңге түсіру емес. Енді мен Аллаға шүкір жететіге жеттім. Енді бір келесі адамдарға да саған айтарым, менің көрген өмірімді, менің жете алған жетістігімді Аллах Тағала саған да берсін, басқаларға да берсін. Ал енді жете алмаған нәрселерім Қазақстан халқы үшін мен әлі де жете алмадым деп тұрмын, бірақ түбінде Кореяға келіп те жетуге мүмкіншілік бар деп ойлаймын. Мен қазір кіре алмаймын ғой, бірақ кіретін 1-2 жұмыстар бар екен. Кіргізуге болады. Үлкен бір жұмыстар. Ол қандай жұмыстар? Сол келуге де болады, Ол қандай? Қазақстанда отандық көліктің болуын армандағам. Ол Hyundai Kia компаниясы бізде қазір құралып жатыр ғой. Ол нағыз отандық бренд емес. Отандық бренд. Мен Sanyon компаниясын сатып алғым келеді. Соны алып барып Қазақстанға алып барып. Яғни Sanyon компаниясы 2020-да яғни банкрот жариялады. Сол компанияның менің шатаспасам обороты $2 миллиард екен. $2 миллиард ол бізге түк емес. Яғни ол әрине үлкен ақша. Бірақ ол ақша менде жоқ, сенде де жоқ. Және 10-20 адам жиналса да ақша жоқ. Бірақ ол біздің Қазақстанның бюджетінде ол ақша бар. Және ол ақша қатты бір қиын емес. Және ол бір ақша Қазақстан бюджетінде ол қатты бір не емес деп ойлаймын. Осы Sanyon компанияны ала қалса, мен неге айтамын ашып? Себебі мен жете алмаған жетістікке сен жет. Сен жете алмаған, мен жете алмаған жетістікке басқа адамдар жетсін деймін. Sanyon компаниясын иншалла Қазақстанға алып келуге мен тағы да әрекетімді жасаймын. Алла қаласа еліміздің президентінің алдына кіріп шығамын иншалла. Мүмкіншілік болса, бірақ менде кіре алмауым да мүмкін, бірақ кіремін, айтамын деген ойымда бар. Екінші, отандық бізге смартфон, телефон керек. Ол LG компаниясы да уақытша мобильный индустриясын тоқтатты. Осы нәрсе алып келуге. Мен қазір кетіп бара жатқандықтан ол нәрсеге кіру, LG компаниясына кіріп шығу өте қиын. Бірақ мен Sanyon компаниясына үлкен бір кіріп шығып, Sanyon компаниясының основателінің оң қолын телефон нөмірін алып қайтқам. Оны біз YouTube арнасына, Инста парақшаға шығарған жоқпыз, себебі ол бір дүние жасалған жоқ. Сенсация дейсіз ғой бізде. Алла қаласа осы нәрсені бір қызық болса бір шығарып көрейін, жасаған әрекетімді. Алғашқы бір қадамды жасадым ғой, соны бір шығаруға болады. Бірақ ол нәрсеге жете алмадым. Ол нәрсеге сен және біз және басқа бір жетеміз иншалла. Sanyon компаниясын түбегейлі сатып алып келу,
немесе соның бір 50%-ін жартысын көбін түбінде алып келу. Мен ол нәрсеге жете алмасам да, Қазақстан халқы үшін, Қазақстан елі жұрт үшін болу керек. Әрбір мемлекеттің отандық көлік, әрбір мемлекеттің отандық бір телефоны болу керек. Осы нәрсе болған кезде басқа нәрсе оңай болды. Себебі не? Бұл ең биік шыңы. Ең биік шыңға біз жетсек, онда басқа зоне шотқа шығару, паса шығару, ол нәрсе ерунда болып қалады. Ол бір нәрсені себебі біз әкеле саламыз. Жалпы құрметті достар, көрдіңіздер ғой, Нұрлан ағаммен неге сұхбат жасап отырмын? Жалпы бұл кісінің айтар ойы, мақсаты маған өте қатты ұнайды. Жалпы айтылмай қалған қаншама нәрселер бар, мынау сұхбатқа сыймай қалған. Жалпы көбісінің келгендегі мақсаты бағана алдынан бастап айтып отырмыз. Бір көлік алып, бір машинасын алып, кредиттерін жауып, қарыздарын құтылып, бұл Кореядан кетіп қалды. Ал бұл кісінің жалпы ойы, жалпы мақсаты сіз өзіңізді ғана ойламай, еліңізді, жұртыңызды, бауырларыңызды, жалпы өзіңіздің жаныңыздегі жақындарыңызды ойлаған сайын, мақсатыңыз үлкейген сайын, оның бір беретін берекесі де, жалпы табысы да өте керемет болады. Мінекей осындай үлкен бір мақсаттар қойып, осындай бір дамыған елден керемет нәрселерді Қазақстанға алып кету. Ояқтың жаңағындай кем дегенде бір 50 миллионның 40 миллион теңгені Қазақстанға алып бара салсаңыз, сіз Қазақстанда, былай айтқанда, Қазақстанға ештеңе жасаған жоқсыз. Сіз құр өзіңіздің отбасыңызға жасаңыз, ол кез келген адамзаттың, ер азаматтың ол азаматтық парызы. Былай айтқанда, кез келген адам жасай алады. Ал мінекей осындай бір батылдықпен, керемет мақсатпен осындай үлкен нәрселер жасау, ол екінің бірінің қолынан келе бермейді. Бірақ сол нәрсеге біз тырысуымыз керек, сол нәрсеге жетуіміз керек. Міне алдарыңызда Нұрлан ағамыз айтып отыр. Жалпы енді осымен сіздерге барынша бүгінгі сұхбатта ашылып сыр шерттік деген ойдамыз. Жалпы біздің мақсатты, идеяны, жалпы Нұрлан ағамызды енді бұл кісі қайтып бара жатыр жақын арада, сол себепті сізге ақ жол тілейміз. Қазақстандық бауырларға, отандастарға сәлем айтыңыз. Жалпы енді осы тұста бізді көріп отқан осы каналдың оқырмандарына бір керемет сәлемдеме, өзіңіздің ақыл кеңесіңізді келетін жастарға беретін бір мотивацияңыз болса, осы жерде айтсаңыз болады. Енді ағайын бауырлар, бұл видео қаншалықты ұзақ болса, ол соншалықты пайдасын тигізеді деген ойдамын. Менің жасым бір 30-31-де болғанмен де, мені бала демеңіздер. Ағайын бауырлар, біздің аталарымыз тек қана бізге не істейді? Бізге батасын береді. Ата-анамыз не істейді? Бізге қамқор болады. Және ата-анамыз болашақта бізден үміт артады. Ал бізден төмен, яғни енді өсіп жатқан жастар не істейді? Өсіп жатқан жастар, олар махаббаттық кезең, ойнап қыдыру, осы бір сәтті армандайды. Оларға бір сен неге бір бизнес, неге мынандай ойламайсың деп айтуға болмайды. Ол жастық жақпен өту керек. Ал біз орта буын, ол бір орта буын деп айтайын. Кейбір адамда 20 жаста ойлану мүмкін, кейбір адамда 30 жаста, кейбір адамда 40 жаста, қай бір жаста болмасын. Жүрегіңде, көкейіңде жалындап тұрған отыңды ешқашан өшірме. Және жалындап тұрған отыңды жәндегі адамдарың өшірсе де, онда сен өзіңдікін өшірме. Себебі бұл жалындап тұрған от, жалындап тұрған идея, Аллах тағала сені таңдады. Сені таңдады. Аллах тағала бір сондай бір саған отты берді. Аллах тағала саған сондай бір идеяны берді. Өйткені Аллах тағала сені таңдады деп ойлаймын. Ал идеяны, сенің басына келіп тұрған идеяны, менің басыма келіп тұрған идеяны мен түсіне алмауым мүмкінмін. Ол бір идеядан бір нәрсені шығатынын білмеу мүмкінмін. Ал бірақ оны сен біліп тұрсың ғой. Онда сенің қолынан келеді деген сөз. Сол себепті сен өз-өзіңе сену керексің. Бірінші Аллаға және өзіңе сену керексің. Одан кейін Кореяға келетін бауырларым айтарым. Кәріс халқы сіздерді құшағы жай қарсы алады. Кәріс халқында визасыз жүрсең де, емделуге барсаң да, көлігін айдасаң да, қандай бір жағдай болмасын, басыңа бір қиындық түскен жағдайда да, онда сен кешірім сұрап, емделіп, ақысын берсең, адамдарға
махаббат көзбен, жылулықпен өзінің кінәңді мойындасаң, онда бұлар жақсы шығарып салады. Және Кореяда мен 7 жыл жүрмін ғой. Мен бірақ 7 жыл болды ма? 3 жылдан аса уақытта ұсталып кетсем де қиналмауым керек, яғни ұсталып кеткен жағдайда да сол нәрсеге дайын болдым. Ол нәрсеге дайын болудың бірақ бір жолы бар. Ол маңдай. Кореяға келген кезде өзінің қарыздарыңды, жұмысыңда, жұмыс жасап жүресің да, бірақ ойыңда бір тірлік, бір бизнес жасау керек. Ұстап қалған жағдайда не болады, бүйтіп қалған не болады деп соны әрдайым ойлап жүрсең, онда бір сан идея келеді. Кореяның телефоны, ноутбугі, фотоаппараты, әрбір машалкасы болсын, несі болсын, ол нәрсенің бәрін жіберуге. Немесе Кореяның ішінде де 10 адамды, 20 адамды жинап алып, жұмыс жасауға. Немесе үлкен бір ақшаны жинап алып, Қазақстанда бір wireless дейді, Каспирет дейді, соған бір тауарлар сатуға. Bir бизнес, яғни бір кез келген нәрсені ойлап жүрсең, онда ұстап кеткен жағдайда да сен мына бір кәсіпті бастап кетемін деп дайын болу керексің ғой. Тілің жетсе, өзің сөйлесесің. Тілің жетпесе, онда мықты аудармашыларды жалдайсың. Сөйтіп бір кәсіптерге, компанияға кіріп, өзіңнің ұсынысыңды, немесе Қазақстанда бір бизнес ойласаң, тапқан ақша жинап, ұстап кеткен жағдайда да, басқа бір жағдайда да осы кәсіппен айналсам деп дайын болып жүрсең, онда сен батылмен еркін жүресің. Жалпы бүгінгі шығарылым сіздерге бір өте қызықты болды, және де керекті мағлұматтар, информациялар өздеріңізге инсайт алып деген ойдамыз. Ал ендеше құрметті достар, бүгінгі шығарылым сұхбат ұнаған болса, YouTube арнамыздағы осы каналға жазылып, өздеріңіздің ой пікірлеріңізді міндетті түрде астына комментарийға қалдырып, лайктарыңызды аямай басып, қазақша контенттің жоғары деңгейге шығуына, жалпы Кореядағы қазақ бауырларымыздың қадамдарын қолдау мақсатында біздің де каналға қолдау білдіріп қойыңыздар. Алдағы уақытта енді өзім айтып өттім, алдындағы YouTube блогтарымда да айтам, әр шығарылымда мен көбінесе бұл жақта болмаған, жалпы әр видеомда әр түрлі форматта жүргізуге тырысамын. Неге? Өйткені сіздерге де қызық болсын, осы жақтағы бағанағындай керекті бизнес идеялар, инсайттар көп болсын. Міне бүгін ең алғашқы рет сұхбат форматында өткізіп жатырмыз, және бүгінгі сұхбатқа келіп отырған Нұрлан ағамызға да алғысым өте шексіз. Сіздермен бірге болған мен Бай Абдолла және қонақта Нұрлан Әлім ағамыз. Аллах тағалам екі дүниенің бақытын берсін. Әмин.